Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалынатын простой пирогтың құрамымен бөлісемін. Көбісі пирогым дұрыс шықпай қалады, дұрыс көтерілмей қалады деп айтады. Сол үшін сіздерге видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып салып, үстінен 150 грамм қантымызды қосып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Және сұйық май айранымызды құйып аламыз. Менде айран таза қолдың айраны, қаймағымен бірге қостым. Егерде қолдың айраны болмаса, дүкеннен кефир қоссаңыз да болады. Және де кішкене майонез қосып жіберсеңіздер тіптен керемет болады. Ұнымызды саламыз. Ұнды міндетті түрде електен өткізіп алыңыздар. Қамыр қопсытқыш және ванильді қантты салып, барлығын төменнен жоғары қарата араластырып аласыздар. Қамырларыңыз видеода көріп тұрғандай қоймалжың болады, қатты сұйық болып қалмау керек. Және де осылай шоколадымызды салып аламыз. Шоколадтың орнына кез келген нәрсемен алмастыра берсеңіздер болады. Мейіз қоссаңыздар да болады, басқа да нәрселер қосып араластырып істей бересіздер. Енді ол әркімнің өзінің қалауына қарай таңдай бересіздер ғой енді оны. Және де осылай қамырымыз видеода көріп тұрғандай қоймалжың болады. Одан кейін осылай менде силиконовый форма, ішін кішкене майлап жердім. Домалақ формаға, ол енді қалаған үйлеріңізде қандай форма бар, кез келген формаға сала бересіздер. Осылай силиконовый формамызға барлық қамырларымызды орналастырып алдым. Және де осылай кішкене жаңағыдей арасындағы ауалар шықсын деп ұрып жердім. 180 градустағы пешімізге салып 30-35 минуттай пісіріп алдым. Одан кейін үстіне әсемдік ретінде осылай сахарный пудраны сеуіп шықтым. Пирог дайын болды. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Керемет болып көтеріледі. Видео ұнаса каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетуді ұмытпаңыздар. Барлықтарыңызға рахмет. Назарларыңызға астарыңыз дәмді болсын.